Сағат неше болды өзі? Аружан, бастыға тұрма. Сендер неге маған көмектеспейсіңдер? Отыра бересіңдер. Ой, телефонды берші қазір тұтқам. Сол ғой телефонды берш. Жоқ, сендер үнемі телефон шұқылап отыра бересіңдер. Ей, не болып жатыр? Неге шулап кеттіңдер? Мына Аружан ғой телефонды алып қойған. Аружан, неге телефондарын алып қойдың? Мен ба, өздері ғой телефон шұқылай береді. Не болды телефон шұқыласақ, өзімізбен өзіміз отырмыз ғой. Сол ғой өзімен өзі келіп алып қойды. Жарайды. Шуламай, біреуін түсіндіріңдерші, не болып жатыр? Пап, мынандай болды. Санжар, маған көмектесе аласың ба? Маған бір тапсырманы шешуге көмек керек. Санжар, сен мені естіп тұрсың ба? Ей! Аружан, мен қазір қолым бос емес еді, содан көмектесемін. Кішкене маған көмектесші, мынаны орындамасам апай маған ұрсады. Кешке болмаса ертең өзімді көмектесем, көріп тұрсың ғой әлемді құтқарып жатқанымды. Кешкісінен қуасың ба, кешке ойнап отыра бересің сен. Ой, болмаса айымға өз, менің көп нәрсені біледі. Ой, кетші бар, көмектеспесе, көмектеспей қой. Болып шықсы бар, білмеймін, бұл маған кедергі жасап жатсың. Айым, маған көмектесе аласың ба? Санжар ешқандай көмек бермеді. Айым, сен мені естіп тұрсың ба? Маған көмектесе аласың ба деймін? Кейін қазір емес. Қашан сонда? Анау да кейін кел деп жатыр. Кешке келіп, болмаса ертең азанда. Ешкім маған көмек бергісі келмейді. Барлықтарын өз істерімен ғана айналысасыңдар. Кейін қазір емес, қолым бос алмай жатыр. Еріп отқан жоқпын, көріп тұрсың ғой қолым бос емес екенін. Бұл да бір келмейтін кеште келіп. Енді көресіңдер, телефондарсыз не істейді екенсіңдер. Менің телефон қайда? Менің телефоным қайда кеткен? Аружан, сен ба телефонды алған? Иә, сен алған жақсың ғой. Тек шыныңды айт, телефон қайда? Иә, мен алдым. Енді қайда екенін айтсам, бір маңызды жұмыстар бар. Сол ғой, уақыт жоқ менде, қазір жарысым басталады. Айтпаймын, сендер маған көмектесіңдер, сосын айтамын. Серьезно? Ерікпеш? Уақыт жоқ бізде, кейін көмектесеміз. Кейін көмектесеміз. Жарайды. Балдар, сендерді түсіндім. Бірақ сендерге айтар, бұдан басқа жаңалығым бар. Димаш, Қазбек, сендерге бір нәрсе көрсетейін? Ой, кетші бар, алдындағыда болмайтын нәрсе көрсетесің. Жоқ ой, бұл жол көрсеңдерші, таң қаласыңдар. Не нәрсе ол? Ой, қоя сал, босқа өкініп қаласың, мен білем ғой не жасайтын. Көрсетші, Нұриман. Астананы көргің келе ма? Иә, көргім келеді. Онда дайындалып қазір көрсетемін. Мен айтты дейсің ғой. Дайынсың ба? Иә, дайынмын. Онда... Ай, жібер. Ай, басым. Раяна. Мам, не болды? Қалған балдар қайда? Не істеп жатыр? Білмеймін, өз бөлмесін шығар. Не болды?
шақырып келші. Жайша, айтыңызшы, не болды? Олар бірдеңе білдіріп қойды ма, әлі сындырды ма? Ой, не қып? Мам, бірден айтайын, анаузыны мен сындырған жоқпын, мен түк қатысым жоқ. Не бүлдірдіңдер? Оған қатысы жоқ па? Оны қателесіп кеттің ғой. Тоқта, қандай базы? Не сындырыңдар? Не? Қандай база? Не айтып тұрсыз? Жарайды, қалған балдарды шақыршы. Жарайды, анашым. Ей, лауатсың ба? Болды, жыламан, қазір мама естіп қояды. Сол ғой, ештеңе болмайды ғой. Кетіндер бар, қазір мамаға айтып берем. Мені де ма? Иә, сені де айтып берем. Болды, қойыңдаршы. Осының бәрі сенің кесір, не бар тыныш отқан балада? Болды, қойыңдаршы. Қазбек, мен сені кешірдім, мойындама. Сен қуасың ба? Не істеп жатсыңдар барықтарын жиналып? Не болды, не ағып жүрсің? Мама шақырып жатыр сендерді, жүріңдер, кет. Мама? Тұр, мама, көз жасы сен. Так, балалар, жиналдыңдар ма? Түгелсіңдер ғой. Мен сендерге айтар бір жаңалығым бар. Мам, қандай жаңалық? Не болды? Сол ғой, айтыңызшы. Мен 1-2 аптаға басқа қалаға жұмыстармен кетіп бара жатырмын. Мам, мыналар бар емес пе? Неге тиістің? Тәшімін көріп қалдым. Бастыға тұрмай жібер. Мам, Нұрима менің басымда ұрт жерді. Өтірік айтпа. Болды, қойыңдаршы. Мам, сонымен біз қайда тұрамыз? Менің інімнің үйінде тұра тұрасыңдар. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Балалар, әпкелерің келе жатыр. Иә, мен әпкемнің келуі маңызды емес. Ей, әпкелерін қуанышпен қарсы алу керекпіз бе? Ой, маған бәрібір, мен ойын ойнап жатырмын. Иә, егер қуанышпен қарсы ала алмасаңдар, тыныш осында отырыңдар, жарай ма? Ал мен киімді ауыстырып келейін. Сіздің ойша біз балаларға қатамыз ба? Жарайды, сендер тыныш отыра беріңдер. Мен тез-тез киімді ауыстырып, әпкелерімді күтіп алайын, жарай ма? Ержан ағаның үйі осы ма? Иә, осы. Бір апта тұра тұрасыңдар. Мам, тескенші, мына жақта тұруым келмейді. Жоқ, балам, бір апта өтеді де кетеді. Мам, Ержан аға қайда? Кет қалды ма? Қазір келеді. О, әпке қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Амансың ба? Қалайсыңдар? Жақсы, өздеріңіз. Келіңіз, төрлетіңіз. Жоқ, рахмет, мен бір аптаға шаруалармен кетіп бара жатыр едім, балдарым саған аманат. Болды. Аман есен барып келіңіз. Рахмет. Балдарға өзіміз қараймыз. Рахмет. Әлия қайда? Ол төркінге кетіп еді. Папасы ауырып. Жақсы болып кетсін, жазылып. Рахмет. Келіңіз үйге, кіріңіздер. Жоқ, рахмет, мен такси күтіп тұр еді, асығыспын. Мам, тескенші. Қазір мен заттарды апарып келейін. Алло? Сәлематсыз ба? Жарайды, ескерткеніңізге рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Балдар, ал мен сендерге айтар бір жаңалығым бар. Ертең сендерге емтихан болады, соған дайындалуларың керек. Қандай емтихан? Біз оған әлі дайындалған жоқпыз ғой. Мен тіпті емтиханда дайын емеспін. Бұл туралы бізге ешкім айтқан жоқ. Қандай экзамен? Маған ешкім айтқан жоқ қой. Тынышталыңдар, балдар. Бәріне де үлгересіңдер. Әлі уақыт бар дайындалуға. Барып орналаса беріңдер. Әпке болсаңызшы, көлікте адамдар күтіп қалды. Қазір шығам. Иә, тездетіп жіберіңіз. Жақсы, балдар. Өздеріңе күтіңдер. Сау болыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Не істейміз? Білеміз, тағы не істейміз? Балалар, қайдасыңдар? Осында екенсіңдер ғой. Балалар, сендерге айтатын бір нәрсе бар. О не, пап? Анау жиендерің келді. Олармен жақсы қарым-қатынаста болыңдар, жарай ма? Олар қашан кетеді? Олар бір аптада кетеді. Бірақ сендер тыныш жүріңдер. Алло. Иә. Мектептік экзамен дейсіз бе? Аха, жарайды. Экзамен бе? Біз әлі дайындық жасаған да жоқпыз. Неге олар бұл туралы бұрын айтпады?
Ол экзамен бізде болатын шығар. Сұрап көру керек еді. Иә, сол үшін телефондарыңды тастап, бүгіннен бастап емтиханға дайындалыңдар. Жарай ма? Бол, пап, бұл емтиханға жақсы дайындаламыз. Я, бұл экзаменді жақсы тапсырамыз. Қазір мен әпкелеріңе бір нәрсе беріп келейін. Әдемі екен, иә? Сәлем. Бізге ешкім мән бермейтін сияқты ғой. Соғы бекер келген сияқтымыз ғой. Мен басына бірде келіп тұр. Уф, тағы да ма? Мүмкін мына балаларға көрсетесің. Жоқ ой, мына Димаш сияқты жылап қалса, ол екен үйден қуып жіберер. Сәлем, қалайсыңдар? Сендер ажар әпкенің баласысыңдар ма? Иә, біз ғой. Осы үйде сендер ғана боласыңдар ма? Басқа ешкім болмай ма? Я, енді папа болады. Не болды? Жай сұрап жатқаным ғой. Жүріңдер, мен сендерге бөлмені көрсетейін. Көрсек көрейік. Басында сендерге бір нәрсе көрсетейін деп еді. Не нәрсе ол көрсетсей? Тағы да бір жерді бар. Қоя салса жүр. Біз сендерге келген жерін қалмаған едік. Бірақ алдағы күнде қызы өтетін сияқты. Біз де өз үйімізде қалғымыз келген негізінде. Ал балалар, ұйықтайтын уақыт болды, тым кеш болып кетті. Көке, кішкеде сөйлесе тұрайықшы, кішкеде. Я, көке, әңгімеміз енді қызып жатқан еді. Жоқ, олай болмайды. Қазір ұйықтамасаңдар, ертең мамаларың маған ұрсады. Ода бізге ертегі айтып бересіз ба? Ертегі? Сендерге ме? Я, бізге. Ойыме біздің мамамыз ертегі айтатын. Сөзбен айтып бересіз ба? Ой, жетпеген осы ертегісініз. Жарайды, айтсам айтып берейін. Айтсам айтып берейін, бірақ осы ертегіден соң барлығымыз ұйықтаймыз, жарай ма? Ертеде... Олай бастамаңызшы. Неге? Ұнамай қалды ма? Қазіргі ертегі заман жайлы болсынша, барлығы баяғы заман жайлы. Жарайды. Ендеше бір күні бір 4 бала болыпты. Біз қалайда көкенің үйіне баруын қоямыз. Аның керісінше барғым келеді. Күшті емес пе? Ал маған бәрібір барсам да бармасам да. Жоқ ой, бармау керек болса, әпсі үйде жалғыз қалмай қаламыз. Не істеп кеттіңдер? Әркімер қалай сөйлеп кетті ғой. Айттым ғой, маған бәрібір не істесеңдер, өздерің біліңдерші. Онда былай жасайық. Трюкқа барамыз, сосын көкенің үйіне барын қоямыз. Онда шынымен де солай жасайық. Осылай олар көкелерінің үйіне бармай қояды. Ертесі тыбы қызық емес екен, сәл болса қызық болады десем. Қойыңдаршы, немене ертегі деп кетіңдер? Баяна ертегіде көп сөйлейді екен. Bir күн болса да сөйлей алмай қалса екен, құлағымыз тыныш болады. Жарайды, онда солай өзгертеміз. Неменеге мен сөйлей алмаймын? Менен нені бар осы? Не ол сонша ашуланып, жай ертегі ғой. Пап, онда бізге ертегі айтып беріңізші. Сен жүрмін, енді сен шықпа, ұйықтайықшы. Ой, кетші ой, саған бір кезерек жасап жатыр ма? Жарайды, тыныш, айтып берем. Бір күні 3 бала көшеде келе жатыпты. Олар кейін 1000 теңге тауып алады. Мәссаған, қыздар, жерде 1000 теңге жатыр. 1000 теңге болса не болды? Қазір оған түк келмейді. Ол сізде доллар көтеріп тастапты. Пап, онда 1000 теңге емес, 100 000 теңге деңізші. 100 000 дейсің ба? Жарайды. Олар алдарынан 100 000 теңге тауып алады.
Азат, тоқтаңдаршы, мына ақшаға не істейміз? Білмеймін, ойыма ештен келіп тұрған жоқ. Құрбасақ теңге өрсейік. Пап, онда 100 мың теңге емес, 90 мың теңге бөліңізші. А то 100 мың теңге бөлінбейді. Ал балалар, осымен ертегі бітті. Енді жатамыз. Пап, бізге бірдеңе айтайын. Тағы не айт? Сіз ертең айта алмайды екенсіз. Жарайды. Орындарыңа барып жатыңдар. Мен жаттым. Есіңдерші, осының бәрі шын болып кетсе. Бұл армандай бермеш, тезірек жатайықшы. Осының бәрі шын болып кетсе екен. Оны не үшін олай ойлайсың? Райана бір күн болса сөйлей алмай қалып, құлағымыз тыныш болады. Онда мен де сөйтіп ойлаймын. Болды, ұйықтайық, қазір папа көрсе ұрсады. Сонымен ертеңгі экзаменді не істейміз? Мен өз басым дайын емеспін, болмай қалса ғой. Я, соғай, мен де өз басым дайын емеспін. Нұриман, сен дайынсың ба? Болды, бөлмемізге үйге барып жатайық. Тұр, Нұриман. Басқалар қайда кетіп қалған ба? Білмеймін, қазір келетін шығар. Не болды, түсінбедім, не дейсің? Ойдақ тұрсың ба? Не болды, неғып сөйлей алмай қалдың? Әлі тамам құрттың ма? Әлде жақпайды бір даш жер бе? Болды, қойыңдаршы, қайта жақсы емес пе сөйлемей қалса? Қуасың ба сен? Мына мама естімесін, әйтпесе біз точно өлтіріп, еді үйсі отыра береміз да, басқа балалар қайда? Ажа не олды ойланып кетіпсің ғой? Жай, Айтса, ойланып жүре берем. просто ертең экзамен батталады, ал біз әлі дайын емес. Сонда ойлап жүрген, уайымдама, бір мәнсі болар. Бір мәнсі болар деп жүре береміз ба? Қыздар, тоқтаңдаршы. Не болып қалды? Жерде бір бочка ақша жатыр. Мынаған не істейміз? Не істейміз дегенде Сағамыз басқа бардан жоқ. біреудікі болып шықса не істейміз, ол адам қайтып іздеп келсе ше. Біз алмасақ, жолда басқа үйлер тауып алады, сосын олар алып кетеді. Онда мен аламын. Хотя мынау кімдікі деп жүре сұрамаймыз ба? Ой, қойшы сен де. Кейін айналып келіп сұрай аламыз. Сендерге бір нәрсе көрсетсек таң қаласыңдар. Бізде де айтатын жаңалығымыз бар. Алдымен сендер айтыңдар, одан кейін біз айтамыз. Біз көшеден 100 мың теңге тауып алдық. Келсек, дәл алдымызда жатыр. Шын ба, кәні? Не? Бізде Раяна сөйлей алмай қалды. Қалай сонда, өзімен өзі сөйлей алмай қалды ма? Менің миыма бір нәрсе келді. Сенде ми бар ма не, білмеппін. Сенікіне қарағанда бар екен ғой. Не ой сонымен? Сендер жолдан 100 мың теңге тауып алдыңдар. Дұрыс қой, а? Ал бізді Раяна сөйлей алмай қалды. Бәрі кешегі ертегі сияқты болып жатыр. Дұрыс айтасың, мүмкін ертегілер орындалатын шығар. Қуылмас, қайдан өтпей. Біз бәрібір тексеріп көру керекпіз. Балалар, неге жүрсіңдер? Экзаменге дайындалмайсыңдар ма? Дайындаламыз ғой, бірақ сізге айтады, жаңалығымыз бар еді. Айт, қандай жаңалық? Бір түрлі естілетін шығар, сіз айтқан ертегілер шын өмірде орындалады екен. Балалар, ойнайтын уақытым жоқ. Жұмыс істеп отырмын, басқа жаққа барып ойнаңдар. Пап, шынымен, бізге сенбейсіз ба? Әрине, қалай сенем? Санжар, көрсетші не тауып алғанымызды. Шын айтасың ба, көрсете берейін ба? Я, көрсете берейік. Ей, балалар, мынаны қайдан алдыңдар? Тауып алдық. Че там, не oldu, айттыңдар ма? Ой, ештеңе. Айтсаңдаршы, барамыз сендер күтіп отырмыз. Ой, бізге сенбеді, шу ақшаны алып қойды. Ақшаны алып қойды? Қуасыңдар ма сендер? Ой, енді бізге сенбеді. Көрсетуге тура келді. Сендер шынымен де болады екенсіңдер ғой. Жарайды енді, болатын нәрсе болды. Араларында ең кішкентай бала сендерден ақылды екен ғой. Қойдыңдаршы ба? Сендер де дұрыстап түсіндірмесің. Не дейсің? Не ақсы біз сен түсініп тұрған жоқпыз. Сендерге не болған? Мен күтіп жүрсіңдер ма? Ержан аға, Ау, не болып қалды? бізге ертегі айтып беріңізші. Ертегі? Дәл қазір ма? Барлығымызға дәл қазір. Қазір бірақ түс қой, тым ерте емес па? Жоқ ой, бізге бола береді. Барлықтарыңа не болған түсінбедім, жота біртүрлі болып жүрсіңдер. Қойыңдаршы, пап, бізге ештеңе болған жоқ. Ай қайдам? Бізге ертегі айтып бересіз ба? Жарайды.
айтып берейін, айтыңдаршы, қандай ертегі айтып берейін? Мектеп жайлы айтыңызшы, экзаменнің бәрі атымен оқып кетсін. Жарайды. Сендер экзаменге дайындалдыңдар ма? Мен өз басым ұйықтаған да жоқпын. Соны айтам, Санжар, мен кешен дайындаған деп ұйықтап қаламын ғой. Мә, бүгін экзамен болмаса екен. Соны айтам, Санжар, шаршап жіберді ғой. Димаш, қуасың ба, сен тұр. Не болды? Не болды дегенес, апай келіп тұр. Қош, ешкім жоқ қой. Димаш, экзаменге дайынсың ба? Жоқ қайышты. Өз оқсам, бұдалебде бір дәрсті дұрыс деп істеуісің. Сәлеметсіңдер ме? Отырыңдар. Бүгін барлығың түгелсіңдер ме? Иә. Айтпақшы, бүгін экзамен болмайды. Осылай балалар экзаменнен құтылыпты. Көке сосын? Не болды? Аян ертегіде сөйлеп кетсінші. А? Түсінбедім. Аян ертегіде сөйлеп кетсінші, просто үндемей жүреді да. Тоқтаңдаршы, сендерге не болған өзі? Біртүрлі болып жүрсіңдер ғой бәрін. Жай ештеңке, просто сөйтіп айтыңызшы. Жарайды. Раяна сөйлеп кетіпті, болды ма? Иә, болды, рахмет. Жарайды. Сендер отыра беріңдер, мен жұмысымды істейін. Көкеміз жынды ма деп ойлап қалған шығар. Жүріңдер мектепке бір ұйықтап алайық. Райда қайда сыныпта іште көрмейді ғой. Сен білмейсің, мен қайдан білем? Мен саған қашандаршын ішіле аламын. Онда ертең орындалыпты ғой, бүгін экзамен болмайтын шығар. Иә, мен уверенмін бүгін болмайды. Соны айтам, мен экзаменге түк дайындалған жоқпын. Сол ғой. Қазбек, Что там не болды? мен басыма бір идея келді, бірақ мен бір тілде ойлайтын шығарсың. Не идея, айтсай, сосын көреміз ғой. Бір ертегі кейіпкерін шақырсақ қалай? Негізінде жақсы идея. Кім шақырамыз? Соны ойламаппыз ғой. Менде бір адам бар. Кім ол айтшы? Алдыргөсен жақсы қалай? Не алдыргөсен ба? Тоқта, менде одан да жақсы идея бар. Кеттік көрсетем. Апай қашан кетті, не үшін келмей кетті? Ой, нем бар еді, апай келмесе жақсы болар еді. Соны айтам, сені іздемейтін адам іздеп. Сәлеметсізбе, апай. Димаш. Не болды? Қуасынбай, сен тұр, апай келді. Салауатсыз ба, апай? Енді ұйықтасаң, сабақтан шығып кетесің. Отыра беріңдер, балалар. Бүгін экзамен болмайды. Ура, дұрыс болды ғой. Бізді ертегіміз орындалды. Экзамен ертең болады. Сондықтан бүгін дайындық жұмысы. Не істейміз? Ержан көкені шақырамыз ба? Білмеймін, бірақ оны шақырғанда не дейміз? Ол да бар, бірақ. Әлде экзамен жойып кетсін дейміз ба? Не қалдасып тұрсыңдар? Іштеге. Айым саған бір нәрсе көрсетейін ба? Ой, саған дауа жоқ екен. Айым ертең сендерде де экзамен ба? Иә, бірақ папа қайтадан ертегі айтпайтын шығар. Ертегі болса, мен өзім айтатыным бір нәрсе көрсеттерім. Менде бір идея бар, ертек жайлы. Не идея ол? Жаңа дұрыс айттың, ертегін папа емес, өзіміз айтсақшы. Иә, онда солай ұстайық. Қазір түнде бәрі ұйықтасын, сол кезде айтайық. Мен бастайын, дайындалыңдар. Не тілейсің, айта бер. Құмай тесіз айтшы, Райан сөйлей алмай қалсын, қалай? Құдай, ол саған не деді? Ну, солай жасаймыз, кішкене қызық болсын. Сендер не тілейсіңдер? Димаш, ойламай қалсын. Ал Санжар өз айтқан сөзін ұмыт қалсын.
Ой, жарайды. Бірақ осы жерде айтқан зат осы жерде қалсын. Болды, жатайық. Ертең кетемін. Жақсылап дайындалыңдар. Ертең экзаменнің өзі болады. Дима, не болды? Жауаптар бізе малы бекеші. Перші сен бағып кетеші, өзі басуға тұр. Беш бір соғышты. Жарайды ба. Бірақ кейін қайтар. Мен саған қайтар білем. Сачар, шполды қайтар. Не айтпысың қаны шпол? Беті үстегі сұрап отыр еді. Шекем, тұрыңдар. Неге сөйлесіп отырсыңдар? Апай, сіз кімсіз? Тауыпсыңдар ойнайтын уақытты. Отыр. Келесіде тағы да осылай жасайтын болсаңдар, автомат түрде 2. Біз қайда отырмыз? Жиырма, шынымен орындалып кетіпті. Онда қазір ертегі айтқанымыз ешкім естімей тұрып үйге қайтайық. Сосын ертегіні басынан айтып, бәрін өзінің орнына келтіреміз. Мен сендерге айтар бір жаман жаңалығым бар. Не ол? Мен жаңа ертегі айтып ұйықтағанмын. Не сосын? Бірақ ештеңе көз көрген жоқ. Раяна сөйлеп кетсе екен, Димаш ойлай алса екен, ал Санжар өз айтқан сөзін ұмытпаса екен. Ал мен ұйықтаймын. Бүгін экзамен қиын болып кетті ғой, қашан бітеді екен? Иә, қыздар, бірақ мен қайда жүрмін? Ой, тағы да бір ойын таптым ба? Сол ғой, сейгестерде 2 алуды сәлақ қылды. Ой, қойындар болды, тып-тыныш отпайсыңдар. Иә, Раяна? Нүк кетті өзі. Емелді тып түсіп еді. Азап сендердің кешеден. Емен не қатысым олым, не істедің? Соғып, бәлем бәрін сен бастайсың. Үнмен бірден сөйлеп жүресің. Кетіңдеш, мен тым қатысым жоқ. Кім? Ержан аға ма? Білмеймін, барса ашты, не отырсың? Қуасыңдар ма? Қосыңдар ма дейсіңдер, біз не істеп қойдық? Өтірік түп етпедірші, бұда екеуде қарасадыршы. Не деп айтатын едім? Ұмытып қалдым. Сендер қуады екенсіңдер. Енді не істейміз? Енді әдейі солай болып қалды. Папа келді, біреуін айтыңдар. Енді сендер айтыңдар, істегесе де жоқ. Онда Санжар айтсын, сол дұрыс болар. Мен ба? Сендер кімсіңдер өздері? Ол ештеңке білмейді ғой. Не істейміз? Сендерге не болған өзі? Түрлерің бұзылып кетті ғой. Бүгін бізге ертегі айтып беріңізші. Қандай ертегі? Осымен 3-ші рет айттық. Солай ма, Санжар? Сіз маған айтып жатсыз ба? Сіз кімсіз өзі? Мынаған не болған өзі? Саған айтып жатырмын. Жоқ, сізбен ойнап жатыр, әжілесіп жатыр ғой. Жарайды, айтсақ айтайық. Бірақ соңғы рет болсын, жарай ма? Раяна, Димаш, біз кешіріңдерші. Сол ғой, екінші қайталанбайды. Раяна, сен ойнап тұрсың ба? Сөйлеш. Сонда ертегі орындалмаған ба? Ойнап тұрмын ғой. Тоқтаңдаршы, басқа балалар қайда? Білмеймін, жаңа артымыздан шыққан сияқты еді ғой. Онда кет, кәнеге барып кетірек. Раяна, саған бір нәрсе көрсетейін ба? Қойшы! Қазір әутер ертегі емес, бәрі өз орнына келетін сияқты. Я енді ертегі айту керек емес. Сендер сен ба сыныптың ішіне ойнап оттың ба? Не? Сендер кімсің өзі? Қойшы сен бағана көзің жанып кетті ғой. Ой, енді осыны бір жыл айту керек. Бір нәрсе болса, ұрысқа дайын кетсіңдер. Жарайды, онда балаларды күтіп алайық. Мен бағана Қазбекті көрдім. Тез кетейік, қыздар, қазір жамы жауып кетеді. Ал, келдіңдер ма? Сен сөйлейтін болыпсың ғой,
Хай, сен де сөз байқайтын болсың ғой, кім сөйлеген? барлығын өз орнына қоямыз деп емтиханнан оңбай құлады қой. Дұрыс қой, әр адам бір нәрсеге жету үшін бір нәрседен бас тарту керек. Иә, дұрыс айтасың. Бұдан маңызды заттар жоғалтпай тұрған кезде түк ертек айтпай қояқшы. Алло. Ау, мам. Ертең келесіз бе? Әлі бір апта өтпеді ғой. Жарайды. Қайтау керек. Уф, жақсы болды. Бірақ басымыз енді қосылып еді. Ой, әр кездесеміз ғой. Біз туысқан емеспіз бе? Я енді екінші рет келген кезде алдында ауды тұрмаңдар. Келдік па үйге? Иә, келдім. Димаш саған бір нәрсе көрсетейін бе? Кетші бар, керек емес. Бәрі өз орнына келді. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мынау WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Мен яқта тұра берейінші. Қараса енді. Аяққа қараса, аян. Біз де өз үйімізде қалғамыз келген. Біз де өз үйімізде қалғам келген негізінде. Біз де өз үйімізде қалғам келген негізінде. Біз де өз үйімізде қалғам келген негізінде. Біз де өз үйімізде қалған келген негізінде. Біз де өз үйімізде қалған келген негізінде. Біз де өз үйімізде қалғамыз келген негізінде. Ой, кетіп Ой, кетіп Ой, кетіп Онда мен де сөйтіп ойлаймын. Ау, менің миыма бір нәрсе келді. Димаш, басынбай сен. Мен папам ғой. Актер адам күле ме? Сөйлейсің ғой? Түсінің бе? Осы болсын. Былай керек емес түсінің бе? Былай боласың? Басы емес көрсет. Түсінің бе? Көрсетпейсің. Сөзін? Нада қымдатта болды түсінің бе? Науылмен аласың? Әр жапан. Науылмен аласың. Осылымен алып сен жаңа түсінің бе?